Сәлем достар, бүгін үй жағдайында тауық етінен сыр қосылған шұжық әзірлейміз. Ең алдымен тауық етін блендерге салып, бір дана орташа жуамызды және де аздап бұрыш тұз қосып блендермен жақсылап араластырып аламыз. Неки дайын тауық етінен жасалған фаршымыздың үстіне 3 ас қасық сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын болып қалды. Осындай пищевой пленкамызды кесіп, қарғап дайындап алдым. Ортасына 2 ас қасық салмамызды салып, ортасына сырымызды салып, осылай дайындап аламыз. Жақсылап айналдырып, 2 шетін байлап қоямыз. Осылай дайындаймыз. Бұл шұжықтар ешбір қоспасыз және де холестерині жоқ, таза шұжықтар. Балаларға арналған. Өз балаларыңызға жасап берулеріңізге кеңес беремін. Және де бұл шұжықтарды диета ұстайтын адамдарға өте пайдалы, майсыз. 2 шетін осылай байлап аламыз, жақсылап орап. Ашылып кетпеуі керек. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды ұмытпаңыздар. Мен сіздерден пікірлеріңізді күтемін, пікір қалдырыңыздар. Неке қайнап тұрған суымызға үстінен дайын шұжықтарымызды салып 15 минутқа қоямыз. Бұл шұжықтарды 15 минуттан артық ұстамаңыздар. 2-3 минуттай қайнатып алып, 15 минут қайнаған судан алып сыртын аршып, осылай орташа отта сковородкаға аздап сұйық май құйып, қызартып қуырып аламыз. Жасалу жолы өте оңай. Осылай қуырып, 2 бетін қызартып қуырамыз. Мінекей достар, менің шұжықтарым дайын болып қалды. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше ас болсын.